Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздермен бүгін сникерс пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен алдын ала ертіп қойған майымызды құямыз. Алдын ала бөлек ыдысқа құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Какаомызды, ұнымызды, қопсытқышымызды. Осылай сұйық массамыздың үстіне қасықтап салып отырып, жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Міне қамырым дайын болды. Алдын ала формаға пергамент қағазымызды төсеп, осылай бір тегіс қылып жайып шығамыз. Форманың жанына да қолымыздың көмегімен осылай жұқа етіп жайып аламыз. Тоңазтқышқа салып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін жер жаңғағымыз бен варенкамызды жақсылап араластырып аламыз. Варенка қою болу керек, себебі пешке салғанда ағып кетпеу үшін. Варенканың сапалысын таңдаймыз. Сол кезде пирогымыз өте дәмді болады. Тестамыздың үстінен салмасын салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін суытып алып, үстінен глазурын құйып жайып аламыз. Кемінде тоңазтқышқа 3 сағатқа салып салқындатып суытып аламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады және оңай тез әзірленеді. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы да көп рецепттер шығаратын боламын.